Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге көкөністерден жасалынған салаттың рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Қажетті құрамдар: бір дана үлкен қияр таяқшалап тұрып алыңыздар, бір дана сәбіз теркадан өткізіп алыңыздар, бір дана бұрыш соломка ретінде тұрып аласыздар, бір бума жуа ұсақтап тұрып алыңыздар, 2 помидор, кинза, укроп дәміне қарай, тұз, бұрыш дәміне қарай, өсімдік майы 50 мл, және де соевый соус 1 ас қасық, сарымсақ 1 дана. Ең алдыменен сәбізімізді ыдысымызға салып, кішкене тұз қосамыз да, осылай видеодағыдай көрсетілгендей қолымызбенен басып шығамыз. Содан кейін бұрышымызды қосамыз. Содан кейін соломка ретінде туралған қиярымызды қосамыз. Жуа қосамыз. Көкөністерді аскөк қосамыз. Қызанақ қосамыз. Сарымсақ қосамыз. Кішкене дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз да, өсімдік майын жылытып, осылай үстінен құйып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін үстінен соевый соусымызбенен құйып шығамыз. Біздің салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны аяғына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.